Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге осы келе жатқан 2022 жылдың жаңа жылдық хит салаттарының бірі жолбарыстың табаны бейнесіндегі салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен бізге керегі 100 грамм ысытылған тауық еті. Оны ұсақтап тураймыз, яғни кубик ретінде турап шығамыз. Енді бір қиярды да дәл солай ұсақтап турап аламыз. Енді піскен, яғни қайнатылған 2 жұмыртқаны да дәл солай ұсақтап турап қосамыз. Дәміне қарай шамалы тұз және осындай кептірілген ас көкті де қоссаңыз болады. Енді осыны майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Майонезді өзіңіздің көз мөлшеріңізбен қалауыңыз бойынша қосасыз. Енді піскен сәбізді, мен осындай кішірек 2 сәбіз қолдандым. Егер үлкен болса, біреуін алсаңыз болады. Терканың осындай кішкентай жағымен ұсақ жағынан өткізіп дайындап аламыз. Енді біздің салатымызды жинаймыз. Ол үшін осындай бір мешочыққа кішкене майонез құйып, тарелканың дәл ортасына келтіретіндей етіп, жолбарысымыздың табанын, бейнесін, суретін салып аламыз. Енді осы дайындап алған суретіміз бойынша ортасына 2 қасықтың көмегімен жақсылап салатымызды орналастырып аламыз. Енді осы дайындалған салатымыздың бетін үкіштен өткізілген сәбізбен сыртын толығымен жауып шығамыз. Енді бізге керегі осындай 10 шақты қара зәйтүн керек. Яғни маслины. Бір зәйтүнді алып, тура ортасынан бөлеміз және әр бөлігін қиғаштап, 3 жасап кесеміз. Бұл біздің жолбарысымыздың тырнақтарын жасау үшін керек. Енді үшкір жағын жоғарға қаратып, жолбарысымыздың тырнақтарын орналастырамыз. Енді қалған зәйтүнді ұсақтап, үкіштен өткізіп дайындап аламыз. Енді осы ұсақтап дайындап алған зәйтүнімізбен жолбарыстың табанының және саусақтарының бейнесін келтіріп, суретін салып шығамыз. Осындай қолыңызға өзіңізге ыңғайлы болу үшін бір таяқша, түш шұқығыш қолдансаңыз болады. Міне осымен жолбарыстың табаны деп аталатын салатымыз дайын. Өте әдемі, ерекше әрі дәмді. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін жаңа жылдық салатты жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен.